Грек жаңғағын үнемі тұтынған кезде ағза жасарады, шаш пен тырнақ өсе бастайды. Терідегі ұсақ әжімдер кетеді, тістердің ыдырауы және түсуі тоқтайды. Ғалымдар тобы осындай тұжырымдамаларға келіп отыр. Баршаңызға сәлем. Бұл видеода грек жаңғағының адам ағзасына тигізер емдік қасиеті туралы білетін боласыздар. Құрметті оқырмандар, қазақша арнауға қолдау білдіріп, лайк басып, пайдалы ақпаратпен бөлісіп отыруларыңызды сұраймыз. Ал біз болсақ әрі қарай жалғастырайық. Дәрігерлердің айтуынша, грек жаңғағы ағзаны керемет қанықтандырады, қан құрамын жақсартады және жасартады. Олардың құрамында антиоксиданттар әсер ететін және токсиндердің кетуіне ықпал ететін дәрумендер бар. Сонымен қатар, ол қан тамырларының қабырғаларын нығайтады және қан қысымын қалыпқа келтіреді. Бұл жаңғақтар жүрек қан тамырлары ауруларын алдын алуға және әртүрлі дақтардың пайда болуына жол бермейді. Одан бөлек, грек жаңғағы есте сақтау қабілеті мен мидың жұмысына жақсы әсер етеді. Ал олар тудыратын седативті әсер стрессті болдырмауға көмектеседі. Сондай-ақ, осы өнімді үнемі қолданғанда гастрит және асқазан жараларынан аулақ боласыз. Күнделікті жеп жүрген грек жаңғағын біз бұлай атағанымызбен, ол тек гректерге тиесілі емес екенін білесіз бе? Оның негізгі отаны Малай және Орта Азия. Ал не үшін грек жаңғағы деп аталып кеткенін ешкім білмейді. Жаңғақтың тағы да миға мереке, ақыл азығы деген секілді атаулары да кездеседі. Оның сыртқы пішінінің өзі де адамның миын еске түсіретінін сіз білерсіз. Адамдар ағашта өскен жаңғақты жинап алғанына көп уақыт бола қойған жоқ. Соған орай грек жаңғағы туралы қызықты деректер ұсынамыз. Жаңғақтың 400 граммы бүкіл күні бойғы жейтін тағамнан алатын қуатты бере алады. Осы 400 грамм жаңғақтың құрамында ағзаға қажетті барлық элементтер мен дәрумендер бар. Алайда осылай екен деп бір күнде 400 грамм бірақ жеп алуға болмайды. Диетолог мамандар грек жаңғағын күніне 100 граммнан артық жемеуге кеңес береді. Егер бұл ережені сақтамаған жағдайда ауызда бөртпе пайда болып, қан тамырлары тым тарылып, бас ауыратынын айтады. Грек жаңғағының күйдірілген қауызынан жоғары сапалы белсендірілген көмір жасайды. Бұның құрамында магний көп болуына байланысты ұйқыны жеңілдетіп, жайлылық сыйлайды. Ал 2-3 жаңғаққа бал қосып жесеңіз, мидағы қан тамырларын тарылтады. Грек жаңғағын қан қысымын төмендетуге пайдаланатын сіз естімегенде боларсыз. Еш зақым көрмеген сау ағаш жылына 300 келіден астам таза жаңғақ береді екен. Тағамдық құндылығы жөнінен алар болсақ, 100 грамм грек жаңғағы 300 грамм бидай нанына, не 700 грамм картопқа, не 1 литр сиыр сүтінен кем түспейді. Грек жаңғағын денсаулығыңызды нығайтып, сауықтыратын қасиетін білесіз бе? Америкалық ғалымдардың зерттеуінше, бұл жаңғақ ми жұмысын жақсартып, ойлау қабілетін дамытады. Әлемде 40 шақты, елімізде 2 түрі кездеседі. Назарыңызға жаңғақтың тағы біз біле бермейтін пайдалы қасиеттерін ұсынып көрейік. Грек жаңғағы келесі қоректік заттарға бай. Оның құрамында А, В1, В2, В6, С, Ки дәрумендері, сонымен қатар калий, магний минералдары, сонымен қатар омега 6, ақуыздың 17% кездеседі. Жаңғақты күнделікті жеудің пайдасы қандай? Жүрек қан тамыр ауруларына сақтайды, құрамындағы омега 3 ағзадағы холестерин мөлшерін реттеп, инфаркт, инсульт, артериалды әртүрлі қысымдардың алдын алады. Иммунитетті күшейтеді, жаңғақтағы әртүрлі қасиеттерге ие. Ол қатерлі ісік пен түрлі вирустардың бактерияларын жояды. Ас қорыту жүйесін жақсартады. Ішектегі пайдалы микробтардан азайтады. Бұл бактериялар патогенді ағзаларды жойып, микроэлементтер мен витаминнің сіңуіне септігін тигізеді. Сонымен қатар гормональды фонды қалпына келтіреді. Грек жаңғағы йодқа бай. Йод қалқанша без гормондарының синтезіне қатысады. Өз кезегінде тракцин және тредотерин ағзаның барлық жүйелерін реттейді. Сондай-ақ жаңғақта көп мөлшерде белок болады. Ол бала ағзаның өсуіне септігін тигізіп, есте сақтау қабілетін арттырады. Ал грек жаңғағы кімге зиян? Ми тамырлары баусы ауыратындарға 25 дана жаңғақтан артық жеуге болмайды. Жалпы диетолог мамандар күніне 100 граммнан артық жемеуге кеңес береді. Аллергиясы бар балаларға да грек жаңғағы қауіпті екенін білгеніңіз жөн. Ағашының биіктігі 30-35 метр, 3 жылдан артық жасайды. Жапырақтары тілімделген, қатарланып орналасқан, хош иісті болып келеді. Жапырағынан, гүлінен бояу, әртүрлі дәрумендері жасалады.
Сонымен қатар жапырағымен балалардың түрлі бұлақ, рахит аруын емдеуге болады екен. 5 грамм талқандалған жапырақты 1 стакан суға қайнатып, күніне 3 рет ішкізсе болады. Денсаулық бізге берген ең қымбат сый, сол үшін де әр дертті алдын алуда дәрігермен кеңесе отырып ем қабылдағаныңыз абзал. Сіздерге ақпарат бөліскен денсаулық зор байлық арнасы. Осы видео пайдалы ақпараттарға толы болды деген ойдамыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.